Әруақ деп домбырамды мен алайын, алып ап түзеуіске жөн алайын. Сәлемдесу дейді ғой сөз анасы, армысың ағайындар деп алайын. Бармыз ғой балам егер деген келсе, жауабын лайықпенен бер ағайын. Хайла лиллилла лиллилла уайым. Сөзіме құлақ асса жанашырлар, ашылсын қамал менен жаңашыңдар. Араптың ата дінін ұстанатын қасымда мейіржандай ағашым бар. Барлығымыз мұсылман баласымыз, бөлінген бірақ сендер ғанасыңдар. Өзіміздің Түркістан тұрған кезде шығым боп Мекке жаққа шабасыңдар. Қазақи кимешектер көп емес пе, неменеге хижапты тағасыңдар. Қаятан қауға сақал қойып еді, бұл сөзіме қайсыңның таласың бар. Араптың салт дәстүрін насихаттап, ата-баба жолынан ауасыңдар. Алланың құлы емес осы сендер, араптың құлы болып барасыңдар. Хайла лиллилла лиллилла. Төр бермейтін еледік көрінгенге, көрінген орын алдау төрімнен де. Хиджаптауы өршіп тұр осы күні, әртүрлі қаладан да өңірден де. Орамалсыз мектепке кірмейміз деп көп атана ұқсайды еліргенге. Барлық қыздар бірыңғай форма кейсін, бар қазақты шақырам бөлінбеуге. Кішкентай қыздарды да тұмшалардай, сонша не бізден бөлек едіңдер ме? Жоқ әлде Қазақстан мемлекетін Ауғанстан қылайын дедіңдер ме? Хайла лиллилла лиллилла уай. Бастайын өлеңімді ақаулайдан, өзіңше бөліп отсын отандайынам. Алланың дінін ұстап жүргендерге арап құл деп сен тақтың атау қайдан. Қаятаң сақал қойды деп айтардай, миыңа кіріп еді ақау қайдан. Қазақтың басағыны болып кеткен сақалды Абайдайын атам қойған. Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, сақалды үш биімде қатар қойған. Ал енді көпті көрген біздің қазақ, елдің көркі сақал деп мақал қойған. Біз сияқты иегі жылдырамай, керісінше бүкіл бабам сақал қойған. Айқай ақау, ай, ай. Сен неге шариғаттан шектелесің? Алыным ағаң сені өкшелесін. Араптың салт дәстүрін ұстадың деп, байқауымша біздерді көп бөлесің. Сен бірінші өзіңе қарап алсай, айтайын мейлі бауырым өкпелесін. Біз неге араптай бай болмаймыз деп, кей кезде үкіметке кектенесің. Қыдыруға Дубайға барасың да, Меккеге барған бізді шет көресің. Әңгіме арапты емес өзіңде ғой. Бауырым өзің қашан реттелесің. Араптың дүниесін жақсы көріп, Алланың дінін неге жек көресің? Айғай ақау, ай, ай. Қайтейін інім бетін қалыңдатса, ақыным ақылынан ауып жатса. Жас қызға орамалды қалай тақпайым, айналамыз азғынға толып жатса. Кіп-кішкентай күнәсіз періштелер педофилдің құрбаны болып жатса. Үкіметтен не үміт, не қайыр бар, оларды жай түрмеге жауып жатса. Пособияға қимаған ақшасымен педофилді түрмеде бағып жатса. Айқай ақау, ай, ай. Сақылдап аян отыр сауысқанша,
Ағасының төзімін тауысқанша, мектепте бәрі бірдей киінсін деп, ақырып отырсың ау арыстанша. Мектепте қысқа киген қыз бала көп, қайтейін бұл тақырып қалыс қалса. Қызына мини юбка кигізбейді, есі дұрыс ер жігіт намыстанса. Сен солардың ісімен айналыссай, мұнда келіп менімен жарысқанша. Санын ашқан қыздардың етегін жап, орамалды қыздармен алысқанша. Ай. Сақалын ұзартыпты самат көрішім, балағын қысқартыпты қанат көрішім. Орамал жайлы айтсам етекті айтқан, Мейіржан сен не деген сауат дерсің. Қыздарыңның етегін жап деп қояды, бауырым бұл сөзіңді ағат көрсін. Қай жақыным етегін ашып жүрет, сенбесе семияма қарап көрсін. Біреудің етегінде не шаруам бар, әр адам өз қызына жауап берсін. Хайла лиллилла лиллилла уай. Бұл қоғамда көбейді ес ауғандар, оранып жүрген қыздан өш алғандар. Әр адам өз қызына жауап берсін деп сөзден секіреді нашар жандар. Қысқа киген қызыңда шаруам жоқ, орамалды қызымда не шаруаң бар. Құдайым кешірмейді есіргенді, тақпаса орамалды не үшін берді. Мини юбка кигендер көбейтуде, қыз етегін аңдыған кесірлерді. Сондықтан 90 сөздің түйін осы, дұрыстап қабылдайық шешімдерді. Шешіндіріп қайтеміз киінгенді, киіндіріп алайық шешінгенді. Айқай.